Сәлем қыздар, бүгін сіздермен бірге құрамы қарапайым және жасалу жолы өте оңай коржиктар дайындаймыз. Ең алдымен бөлме температурасындағы сары майдың үстіне қантымызды себеміз. Жақсылап араластырамыз. Негізі миксермен де жасаса да болады, мен осы жолы венчикпен дайындадым. Үстінен жұмыртқа қосамыз. Жылы сүт құямыз. Бір келкі болғанша жақсылап араластырамыз. Үстінен қопсытқыш себеміз. Аздап тұз қосамыз. Енді ұнымызды ситадан өткізіп, қолымызбен жұмсақ қамыр болып шығатын нанымызды илейміз. Ұнды рецепт бойынша салған дұрыс, артығымен салатын болсаңыз, коржиктарымыз қатты болып қалуы мүмкін. Мінекей біздің қамырымыз өте жұмсақ болып шықты. Енді аздап ұн себелеп, жайып шығамыз. Кез келген формочкамен кесіп аламыз. Артық қалған қамырларын қайтадан жайып, жасаса болады. Енді табамызға тізіп шығамыз. Үстіне жұмыртқа жағамыз. Қалауыңызша өрнектесеңіз болады. Шаңышқының көмегімен әсемдеп шықтым. Қызып тұрған пеште 180 градуста 15 минутта піседі. Мінекей коржиктарымыз дайын болды. Жасап көріңіздер, сіздерге рецепт ұнады деген сенімдемін. Каналыма тіркеліп, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Балаларымыздың сүйіп жейтін коржигі сіздерге рецепт ұнады деген сенімдемін. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.